Өткен Том мен Джерри мультсериалының хронологиясы туралы видео сендерге қатынап кетіпті. Және де басқа мультсериалдардың хронологиясы туралы видеоны жасап кеткенді қалапсыңдар. Ал маған екі рет қайталаудың қажеті жоқ, әрине жасаймын. Және бүгін бұрынғы айтқан мультфильмге концепциясы ұқсас мультсериал «Ну погоди» КСРО кезіндегі ең танымал мультсериалдардың бірі. Бірақ Том мен Джерри секілді көп студиялардың қолына түспеді. Тек бір студияның қолында болды, Союз мультфильм студиясының. Ойлап тапқан адамдар Феликс Камов, Аркадий Хейт, Александр Кульдянский және де Вячеслав Котеночкин. 1969 жылдың 1 қаңтарында басын айтып кеткен Союз мультфильм студиясының арқасына шығарған болатын. Кейіпкерлерге келсек, олар бізде тәртіпке болт қойған қасқыр Анатолий Папанов дыбыстаған және де сүйкімді ақылды қоян Клара Румянский дыбыстаған. Сюжет бойынша қасқыр қоянды ұстап алғысы келеді, бірақ әрине қолынан түк келмейді. Және не үшін ұстап алғысы келеді, бізге түсініксіз. Егер бұрында болған реніш есіне түсіп, ұрып тастағысы келсе, ладно, сәл-пәл түсінікті. Бірақ мына қоян жаман нәрсе істейді деп ойламаймын. Ал егер жегісі келсе, ол да біртүрлі. Себебі бұл әлемде барлық жануарлар антроморфты жануарлар. Және бір-бірін жеген бұл заңға қайшы секілді. Өздерің не ойлайсыңдар? Комментарияға жазып кетіңдер. Осы концепция елге ұнап, мультсериал өте танымал бола бастады. Кішкентай кезде көргенде әрине эпизод саны көбірек болғандай. Бірақ расында да 1969-дан 2006 жылға дейін тек 20 эпизод шыққан болатын. 16-сы КСРО кезінде, ал КСРО тарап Россия болғанда 6 эпизод шыққан болатын. Ресейлік «Ну погодидің» соңғы 2 эпизодын 2012 жылы басқа студия жасап шығарған болатын. Осы жылдар шыққан эпизодтар жылы естеліктер болып, көптеген адамдардың есінде қалған болатын. Ал 2021 жылдан осы күнге дейін жаңа «Ну погоди» ребуттық 3 эпизодтар шыға бастады. Қазіргі таңда 50-ден астам эпизодпен. Бірақ бұл бөлімнің трейлері шыққанда лайк санына қарағанда дизлайк саны көбірек болды. Елге жаңа ребут шыны керек ұнай қоймады. Себебі мультте кейіпкерлер өзгерген, юмор әлсіз, көбінесе балаларға бағытталған, біртүрлі үшті графика және де ностальгия. Көп адамдарға бұрынғының орнын баса алмады. Ал енді аяқтасақ, мультсериалдың түпкі мақсаты қасқыр мен қоян арасындағы шексіз құдауларды көрсеткен болғандықтан оның нақты аяқталуы жоқ. Әр серияда жаңа жағдайлар мен қызықты оқиғалар болып тұрады. Бірақ олардың барлығы көбінесе көңілді, күлкілі эпизодтармен тұрады. Бұл мультсериал көптеген жылдар бойы кеңес анимациясының бір бөлігі ретінде танылды және көптеген ұрпақтың сүйікті мультфильмдеріне айналды. Легенда ғой, қысқасын айтқанда. Жарайды, ал осымен мен де аяқтаймын. Видео қысқарақ болды. Себебі мультсериалдың хронологиясы қысқаша болды. Тек бір студия бәленбай жыл 20 эпизод шығарған туралы және 2021 жылы шыққан ребут қана. Сондықтан қысқа. Келесі жолы үлкен хронологиясы бар мультсериал туралы айтармын. Ал сенімен болған мен Олжас. Тоқыбай достар, каналға кірген лайк басуды ұмытпағайсыздар. Сау болыңыздар.